Есігінің алдында бір бұлақ бар. Екеуміз ғана тұрып әңгімелесіп тұрмыз. Сонда ана бұлақты цементтеп, бетондап, бұлақтың суы көтеріліп барып аға деген. Мына бұлақты бір әдемілеп дайындап қойған екенсіз қой десем, айтады, бұл жын шығаратын бұлақ қой дейді. Қалай десем, бір маскүнемді алып келді дейді. Бір жігіт хабарласып, ұстаз, мына дем сап беріңізші, мына бір жездем арақ ішуін тоқтатпай жатыр, қоймай жатыр. Бір дем сап беріңізші, бір отбасына қарасын, адам болсын деп алып келді дейді. Сөйтіп үйіме кіргізіп дем салайын десем, анау арақ сасып кеткен екен дейді. Сосын оны үйге кіргізбей, февраль айы еді дейді, сол бұлаққа әкеліп лақтырып жібердім дейді ана судың ішіне. Су қатпағанда бірақ, соны шығармай аяқпен неғып тұрдым дейді ана. Шығам деп шығармай қойдым дейді. Қойдым, арағы да құрсын, бәлесі де құрсын, бұдан кейін ішпеймін деп. Сосын судан жұлып шығарып алдық та, киімін ауыстырып алып кетіп қалды дейді. Сол ғой арақты қойып намаз оқып кеткен сол кісі дейді. Бұл жын шығаратын бұлақ қой бұл дейді. Мен оған дем де салған жоқпын ол кісіге дейді. Сондай батырлығы бар ғой бұл кісінің.